Қалайсыздар? Құрметті достар. Бүгін бізде дүйсенбі. Күн әдеттегідей суық, бірақ ашық болып тұр. Астананың суығы бізден кетер емес. Қазір түні бойы далада тұрған машинаға талдырамыз. Жалпы ойланатын нәрсе. Ай, бәрекелді. Мына машинаның салонында отырсаңыз, қаншалықты суық екен сезуге болатын шығар. Терезелердің бәрі қатып қалған. Машина суық. Бұл жақтағы терезелер қатып қалған. Оңтүстіктегі жігіттер, міне, Астананың қаншалықты суық екенін қарай беріңіздер. Мен өзім жалпы шыны керек шаршап кеттім суықтан. Қашан жылайды екен деп. Автошолды түсірейік десек түсіре алмаймыз. Суық. Жаурап кетеміз. Вообще ешқандай ләззат алмайсың. Апа шықпаған ба? Апа шықпаған. Бағанадан бері қоймай, тәме деп отыр еді. Шықпай отыр ғой. Не үшін біз сен күтіп тұруымыз керек? Мен негізі дайын отырмын, сіз алма алып шықтың екен, алма жуып алып шықтым. Ассалаумалейкумдер. Алейкумдер. Алейкумдер. Анам отыр ғой. Мынандай кір. Қай машина жылы серьезно екен. Мынау жылы неге? Одан рот керек емес пе? Жоқ, рот керек емес. Сен өзің материал жинап қайт, мен айфонға түсіре беремін. Айшер аға. Актер ғой, актер. Жалпы мен ойын телефон болмаса компьютер ойынын көп бол ойнамағаны. Соңғы рет сол компьютерді колледжге дейін ойнаған шығар мектеп кезінде. Ол кездегі NFS немесе FIFA ойындар ғой. Дәл қазір қайта ойнай бастадым. Атақты Free Fire деген ойын бар екен қазіргі таңда. Жас балалардың көбісі осында ойнайды екен. Неге деген сұрақ туып жатқан шығар. Жалпы жас балалардың тілінде сөйлеу үшін солардың қызығатын нәрсесін түсіну керек деген ұғымдамын мен өзім. Менің Жансерік деген інім бар. Сол Жансеріктен ол Таразда, мен Астанада екеуміз қосылып, онлайн қосылып, екеуміз бір жерде жүгіріп жүріп ойнаймыз. Бұған дейін мысалға Жансеріктің жасындағы 6-7 класстағы балалардың қазіргі не айтатынын да білмейсің. Ал осындай ойын арқылы олардың не ойлайтынын түсінуге болады. Жалпы өзіме де қызық, кішкене уақыт өткізуге кейде осындай ойынды ойнай бастадық жалпы. Бірақ ойын уақытылы, жұмыс уақытылы, яғни жұмыс істеп те үлгеру керек, ойнап та үлгеру керек, сабақ та оқып үлгеру керек. Ойынға кішкене уақыт бересің, жұмысқа көбірек уақыт бөлеміз. Баяғыдай көп ойнай бермейміз. Дәл қазір жігіттердің бәрі жұмыста, мен де жұмысқа барайын. Жұмыс өнімді өту үшін жұмыс орнын ауыстырып, яғни жұмыс орны жұмыс беруші емес, бірақ жұмыс істеп отырған жеріңді ауыстырып тұрған көмектеседі. Дәл қазір мысалы бір жерде отыра бергеннен жалығып, үйдің қасындағы кішкентай дәмханаға барам. Өйткені ол жерде бір басқаша атмосфера, басқа жұмысқа алаңдамай отырасың. Сондықтан саймандарымды алып, қазір колледж мәселесі бойынша жұмысымды бастаймын. Жемісті жұмыс болды. Күн кішкене жылығандай далада.
кешегі влогта көрсетіп едім ғой. Хлоя Тинг қарындасымыздың 2 апталық жаттығулар жиындысын істеп жатырмын деп. Соны істегеннен, кеше істегеннен бүгін бүкіл бұлшық еттерім ауырып жатыр. Әсіресе аяғымдағы. Алишер күледі бағана. Аға не істеп жүрсіз? Деген секілді. Оңай ғой деген сияқты. Мен істеп көрсем бірінші. Анау тіп дейтіндей қыз істеп жатқаннан кейін оңай сияқты болып көрінеді. Оңай емес. Соны істейміз бүгін екінші күн. Екінші күн жаттығулар жасадым. Шынымды айтайын, кеше бірінші күні дұрыс жасамаппын. Бір кішігірім қателіктер болыпты. 3-тен 1-ін жасаптым ғой, бүкіл упражнениялардың 3-тен 1-ін ғана жасаптым. Да, өте қиын. Сутер болдым. Қазір кішігірім жұмысты бітіріп. Кешкі сағат 6. Астанада әлі жарық, бұрында су көтіп жүр. Ал мен кім күтіп тұр? Алишер күтіп тұр. Сіздің бастық. Қайсы? Сіз қайсыңыз? Істеді ма? Мына жеріне мынандай қара не жапсырып қойсақ болады? Муховойка ма? Муховойка. Астын әдемілеп істепті, е? Бізде міне кеш батты. Бүгін сіздермен Австралия туралы сөйлескім келіп тұр. Мен енді қатты бұл мәселеде эксперт емеспін, бірақ естуіміз бар. Джокович деген теннисист, үлкен теннис. Австралия Open 2021 турнирінде жеңіске жетті. Құттықтап қояйық. Бірақ әңгімеміз бұл Джокович туралы емес, менің досым қазақ Австралияда оқып жүрген Нұрасыл туралы болмақ. Нұрасыл деген жігіт, менімен бірге университетте оқыған, Манауский жігіт, Тараздың жігіті тоже. Қазір Австралияда PhD жасап жүр. PhD анша-мұнша емес, инжиниринг саласында PhD жасап жүр. Ол жүзумен айналысады. Кеше ғана ашық мұхитта 3 километрді 49 минут 39 секундта бітірген. Ашық мұхитта. 3 километр ашық мұхитта. Бүкіл австралиялықтармен жарысып жүріп, осындай уақытта бітірген. Жалпы осылай, Нұрасыл деген жігіт австралиялық спортсмендерді шаңғаптырып кетті. Үздік жүзушілердің қатарына кіріп жүр екен. Егер Нұрасыл жайлы көбірек білгіңіз келсе, мына төмендегі сілтеме бойынша инстаграмына жазылып қойыңыз. Нұрасыл 2-сі арқылы төмендегі сызықша Б. Батталғазы ол жігіттің аты. Нұрасыл, саған жалынды сәлем. Көптен көп саған сәттіліктерді тілейміз. Осылай біздің қазақ бауырларымызға мақтанып жүрейік. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейді. Өте жақсы жігіт, PhD оқып жүр, онымен қоса спортпен айналысады. Супер, яғни бүкіл жас жігіттер, жас балалар осы Нұрасылға ұқсаса екен деген менің бір үлкен тілегім бар. Жалпы бүгін айтайын дегенім осы, бірақ қанша $700 штрафқа түсіп қапты Нұрасыл, өкінішті. Енді сен бірақ не қылма, $700 деген бірде бар, бірде жоқ. Енді екінші жағынан айтайын дегенім, қараңыздаршы, Нұрасыл машина қоюға болмайтын жерге негізі болады, түннен таңғы 7-ге дейін қойып кеткен, сонымен ұйықтап қалғанда 7:30-да барса машинасын эвакуатормен алып кетіп қалған екен. $700 штраф салған. Бізде қазақта ондай қойып кетсең, алло, братан, қазір аламын дейсің, алып кете саласың мысалы. Сондықтан біздің штрафтар, енді мен түсінемін, әрине Австралияның тұрмыс тіршілік жағдайы жоғары екен, ол жақта соответственно, яғни айлықтарды көп екен десек те, бізде оншалықты қатты штрафтардың қымбат емес екеніне шүкір етуге болады. Штрафқа түспеуге жалпы тырысу керек деп ойлаймын. Сонымен бүгін күніміз осылай өтті. Дала суық, қайта-қайта айта берейін, суық, қашан жылайды екен. Ертеңгі біздің влогта көріскенше. Пока-пока.